Кешке қарай аяқтың сыздап ауырсынуы көптеген ер адамдардың орта жасқа жеткендегі ең жиі шағымдарының бірі. Бұл жай ғана шаршау емес, кейде ағзадағы күрделі өзгерістердің белгісі болуы мүмкін. Аяқ ауырсынуының себептерін дұрыс анықтап, қажетті ем қолданбаса, ол уақыт өте келе варикоз, қан айналым бұзылысы немесе диабетпен байланысты асқынуларға алып келуі ықтимал. Бір негізгі себептері қандай? Қан айналымының бұзылуы, веноздық жетіспеушілік. Аяқтағы вена тамырларының дұрыс жұмыс істемеуі кешке қарай ауырлық пен сыздаумен көрінеді. Буын аурулары, артрит, артроз. Әсіресе тізе немесе табан буындары күннің соңына таман сыздай бастайды. Жүйке жүйесінің өзгерістері. Омыртқадағы өзгерістер аяққа берілетін жүйке сигналдарын әлсіретіп, шаншу немесе сыздау түрінде сезіледі. Қандағы қанттың көтерілуі. Диабеттік невропатия аяқ ауырсынуына себеп болады. Қатты аяқ киім немесе ұзақ тұру. Күн бойы қозғалыссыз тұру, қысып тұратын аяқ киім қан айналымын бұзады. Екі үй жағдайында не істеуге болады? Жатар алдында аяқтарды 10-15 минут жоғары көтеріп қою. Қанның қайтып ағуына көмектесіп, ісікті азайтады. Теңіз тұзы қосылған жылы ванна. Бұлшық еттерді босаңсытып ауырсынуды жеңілдетеді. Жеңіл массаж. Төменнен жоғары қарай жасалатын жұмсақ массаж қан айналымын жақсартады. Контрастты душ. Ыстық суық сумен алмастырып жуып тұру вена тонусын қалпына келтіреді. Табиғи майлармен сүрту, мысалы арника, ментол, эвкалипт. Ауырсынуды азайтады. Қандай жағдайларда міндетті түрде дәрігерге қаралу керек? Аяқ ісінуі күн сайын қайталанса, ауырсыну ұйқыға кедергі келтірсе, аяқта көгеру, тамырлар кеңею байқалса, аяқ температурасы өзгерсе немесе жансызданса. 4. Дұрыс тамақтанудың рөлі. Магний мен калийге бай тағамдар, банан, қызылша, жаңғақтар. Бұлшық ет түйілуін азайтады. Су ішуді ұмытпау. Су жетіспесе, аяқ тез шаршайды. Қорытынды. Кешкі аяқ ауырсынуын елемеу болашақтағы күрделі аурулардың бастамасы болуы мүмкін. Ертерек көңіл бөліп қарапайым күнделікті күтіммен жағдайды жақсартуға әбден болады.